Сәлем, студент медик. Біз бүгін сенімен ас қорыту жүйесін талқылаймыз. Алдыңа ручкаң мен дәптеріңді алып, нақтылап отырып ал. Ал кеттік. Ас қорыту жүйесі. Ас қорыту жүйесі біз жоспарымызды айтып алайық. Астың құрамын, жалпы ас қорыту жүйесінің анатомия физиологиясын, механизм, нервтену, қандануын, оның ішінде бауыр бар, ғыбез бар, өт жолы бар, барлығын талқылайтын боламыз. Кеттік. Ең бірінші астың құрамы. Ас қорыту жүйесі бізге не үшін керек? Асты қорыту үшін керек. Енді сол астың құрамы неден тұрады, соны біліп алайық. Кез келген тамақтың құрамында бізде нәруыз, яғни белок, май және көмірсу бар, иә? Белок бізге не үшін керек? Кез келген органның құрылымдық қызметін құрайтын осы белоктар. Белок болмаса ешқандай құрылым болмайды. Белок, мысалға, біз кез келген жерімізді жарақаттап алатын болсақ, сол жер тезірек жазылу үшін бізге белок керек. Если белок болмаса, ол жер жазылмайды. Сол сияқты мысалдар келтіре беруімізге болады. Және ол онкотикалық қысымды реттеп отырады, иә? Қанның құрамында да кездеседі, альбумин болып. Барлық жерде белоктар кездеседі. Одан кейін майлар. Май бұл бізге жылулық береді. Қосымша қор тіні ретінде жиналып тұратын бөлік болып табылады. Одан кейін көмірсулар. Көмірсу, оған біз глюкозаны жатқызамыз, иә? Ол бізде нағыз энергия көзі. АТФ-ті түзуші негізгі көз энергия көзі. Егер бізде көмірсу түспейтін болса, бізде ешқандай энергиямыз болмайтын еді. Ештеңені жасауға зауқымыз болмайтын еді. Сол үшін көмірсу бұл бізге энергия үшін керек, май жылу үшін, белок құрылымдық қызмет үшін, иә? Кеттік. Одан бөлек клетчаткалар бар. Клетчаткалар ол тағамның дұрыс қорытылуына жағдай жасайтын астың құрамы болып табылады. Міне, бізде ас қорыту жүйесі жоғарғы бөлігі және де төменгі бөлігі болып бөлінеді. Яғни ауыздың қуысынан, яғни тілден бастап 12 елшекке дейін жоғарғы ас қорыту жолы, 12 елшектен төмен қарай төменгі ас қорыту жолы болып бөлінеді екен. Жоғарғы ас қорыту жолына бізге ауыз қуысы, жұтқыншағымыз, өңешіміз, асқазанымыз кіреді екен. Ал одан ары қарай төмен 12 елшекпен жалпы тікшек, бұқыншек, тоқшек барлығы төменгі ас қорыту жолына кіреді. Төменгі ас қорыту жолына кіреді. Ал бізде сол ас қорытуға қатысып тұратын бізде бауыр бар. Бауыр тек қана ас қорытуға қатыспайды, оның басқа да зат алмасу процестеріне қатысы өте зор. Ас қорытуда да белгілі бір маңызы бар. Одан бөлек ұйқы безі, өт, барлығы ас қорыту жолына қатысады. Енді ас қорытудың негізгі қызметтері, яғни сіңіру. Асты біз ішкеннен кейін ішек жолында қап кетпейді, ол сіңіріледі. Қанға оның керек бағанағы көмірсу, белок, май сіңіріледі. Одан кейін қорғаныштық қызметі. Ас қорыту жолы өзінің жоғарғы қышқылдық ортасында немесе аппендикс өсіндінің ішінде бізде лимфоцитарный жүйе бар. Сол жүйенің әсерінен және де ішек микрофлораларының әсерінен басқа патогенді бактериялардың, патогенді микробтардың көбеюіне жол бермейтін сондай қасиеті бар ас қорыту жолының. Одан кейін механикалық, яғни механикалық өңдеу. Ішектерде де ас механикалық өңделеді. Ол ең бірінші ауызға түскеннен бастап тістер арқылы, таңдайларымыз арқылы тістеліп, шайналып, механикалық өңделеді. Одан кейін өңешке түседі. Өңештің перистальтикасы арқылы төмен қарай түседі. Одан кейін асқазанның перистальтикасымен ол қайтадан төмен қарай түседі. Сондай перистальтикалық жүйенің барлығы механикалық қызметіне жатады. Одан кейін секреторлы, яғни сөл бөлу қызметі. Мысалы, асқазанның шышты қабаттарында, антральды бөліктерінде біз не бөледі? Өзінің сұйықтықтарын, пепсиндерді бөледі. Соның барлығы секреторлы қызметіне жатады. Одан бөлек ішектердегі өт сфинктерінен бөлінетін секреттер барлығы секреторлы қызметін құрайды. Ең бірінші ас қорыту жүйесі бізде ауыз қуысынан басталады. Ауыз қуысы міне көріп тұрғандарыңыздай ауыздың еріндерден, жоғарғы және төменгі жақтан және тістерден, тілден, мынау жұмсақ таңдай мен жұтқыншақ арасындағы доғашықтардан, таңдайлық тілшіктен тұрады екен. Одан бөлек ауыз қуысында бізде бездер орналасқан. Яғни міне тіл асты безі,
мынау жақ асты безі, мынау шықшыт безі. Шықшыт ең үлкен безі, тіл асты, жақ асты бездері. Бұл бездер не үшін керек бізге? Осы бездерден бізде ауыз қуысында амилаза, мальтаза деген сияқты ферменттер секреттік заттар бөлінеді екен. Олар не үшін керек? Ауыз қуысынан бізде көмірсулар уже ауызға тағам түскеннен бастап ыдырай бастайды екен. Көмірсулар уже ауызға түскеннен бастап ыдырайды. Даже асқазанға жетпей, ауыз қуысынан бастап көмірсулар ыдырап бастайды. Бірақ глюкоза деңгейіне дейін емес, белгілі бір деңгейге дейін ғана ыдырайды, бірақ глюкоза деңгейіне дейін қатты ыдырап кетпейді. Белгілі бір деңгейге дейін ыдырайды ауыз қуысында көмірсулар. Осы бездерден бөлінетін сөл арқылы. И осы бездерден бөлінетін сөл деп қалдық. Сөлдің құрамы неден тұрады? Яғни сілекейдің бұл 95-98% судан тұрады. Одан кейін бізде лизоцимнен тұрады, яғни антибактериалды қасиеті бар лизоцим. Одан кейін муциннен тұрады. Муцин всегда ауызда болады. Біздің аузымыз бір құрақ болып қалмайды ғой. Бір-біріне құрақ болып тиіп тұрмайды ғой ешқашан. Өйткені ол муцин бар, оның үшін всегда шырышты етіп тұратын муцинді бар. Одан кейін міне шайнауға қатысатын бұлшықеттері бар, сүйектері бар, жоғарғы төменгі жақ сүйектер, бұлшықеттері бар. Осының барлығы бізде ауыз қуысының ас қорыту жүйесіне қатысатын мүшелер. Міне сілекейдің құрамы, амилаза, мальтаза неге қатысады дедім? Көмірсудың ыдырауына, лизоцим бактериоцитті қасиет, муцин шырышты құрайды, одан басқасы судан тұрады. Мынау тіл. Тілдің жалпы біз білеміз, ұшы тәттіні, екі жағы әшіні, қышқылды, мына түбі тұзды сезеді деп жатамыз. И сосын бұның мынандай алмұрт тәрізді деген жапырақ тәрізді деген нелері бар, нүктелік аймақтары бар, и тілдің ұшы бар, негізі бар, мойны бар деген сияқты доғалары бар. Және де бізде тіл неге қатысады? Сөйлеуімізге қатысады, еще ас қорытуымызға қатысады. Осындай қызметтері бар, дәм сезуге қатысатын. Одан кейін жұтқыншақ арқылы жұтқыншақ білеміз, бізде негеде тыныс жолымен де байланысқан, және де ас қорыту жолымен де байланысқан өте ерекше жүйе болып табылады. Ол жұтқыншақтан кейін бізде өңеш кетеді. Өңеш бұл асқазан мен ауыз қуысын жұтқыншақты байланыстырып тұрған түтік тәрізді болып орналасады. Бұл түтіктің 3 бөлігі бар, 3 бөліктен тұрады. Мойындық бөлігі, кеуделік бөлігі және құрсақтық бөлігі. Мынау мойындық бөлігі, мынау неге дейін? Жүректің жоғарғы магистраль тамырларына дейін. Одан кейін кеуделік бөлігі, бронх бойымен, одан кейін мынау диафрагмадан өткен тұстан бастап құрсақтық бөлігін ажыратады. Сосын 3 тарылу аймағы бар. Бірінші тарылу аймағы мойындық бөлімде шыққан жерінде, одан кейін екінші тарылу аймағы мына бөлікте, одан кейін үшінші тарылу аймағы диафрагмаға кірген аймағында болып табылады. Тарылу аймақтарының диагностикалық мәні зор. Сосын мынандай қабаттардан тұрады. Кез келген ас қорыту жүйесін қарасақ, ол 4 қабаттан тұрады. Ішкі шырышты, шыршасты, бұлшықетті, серозды қабаттарынан тұрады. Кез келген бізде ас қорыту жүйесінің бөліп қарайтын болсақ. Асқазан енді бізде одан кейін келетін. Жалпы бізде мынау өңеш, тамақты өңеш арқылы жұтқан кезде, жұтқыншақ ашылған кезде, сол жұтқыншақ пен өңештің жоғары қабатында жиырылу мен ашылудың пайда болуына қарай ғана төменгі жағында кардиалды бөлікте қақпақша ашылады екен. Сол кезде ғана ашылады, ал оған дейін ашылмайды. Себебі оған дейін ашық тұратын болса, ашқылорданың қышқыл суына өңешке түсіп, өңештің қабырғасын зақымдайтын еді. Ол тек қана тамақ түскенде ғана ашылады, осы кардиалды бөлігі. Кеттік. Одан кейін асқазан. Асқазан қандай бөліктерден тұрады? Міне өңеш арқылы түсті, диафрагмадан төмен жатыр. Диафрагмадан төмен жатыр. Одан кейін оның бізде мына кардиалды үшбұрышы бар, оның денесі бар. Денесін біз үлкен иірімі, кіші иірімі деп бөліп қарастырамыз. Мынау түбі,
яғни антральды бөлігі. Одан кейін оның іші шырышты қабатынан тұрады, безі жасушалардан сөл бөлетін. Одан кейін оның өңешке қарай байланысатын жердің кардиалды бөлігі, ал 12 елшекке қарай байланысатын жерін біз филорикалық бөлігі деп айтады екенбіз. Және де міне осындай сфинктері бар, кардиака, мына жақтардың барлығын айттық, иә? Міне, енді бізде асқазанның өзіндік ферменттері бар. Олар өзінің негізгі безді клеткаларынан бөлінеді. Міне, негізгі безді клеткаларынан бөлінетін бізде пепсиноген, пепсин бұл не? Белоктарды ыдырататын фермент болып табылады. Одан кейін хемозин дегенде фермент өндіреді. Хемозин бұл көбінесе кішкентай балаларда процент жоғары, себебі олар всегда тұтынады ғой. Ал адам қартайған сайын хемозиннің белсенділігі төмендей бастайды. Неге? Ол үлкендер айранды не істеуге, айран іше оларға жеңілірек болады, сүт іше оны ас қорыту қиынырақ болып табылады екен. Одан кейін бізде жапқыштық безді клеткаларында ашхлор өндіріледі. Ашхлор яғни асқазанның қышқылдығын реттеп тұратын, паш қышқылын реттеп тұратын сұйықтығы болып табылады. Тек асқазанға ғана тән бұл қышқыл орта. Адам организмінде жалпы ең қышқыл орта осы асқазанда екен. Одан кейін липаза өндіріледі. Липаза бұл не үшін керек? Ол май қышқылдарын ыдырату үшін керек, белгілі бір дәрежеге дейін. Бағана ауызда көмір суы өндіріліп жатыр еді, мына асқазанға келгенде белокпенен майлар да өндіріліп бастады, иә? Міне антральды қабат. Антральды қабатына бізде гастрин мен шырышты зат бөлінеді, иә? Шырышты зат бөлінеді. Шырышты зат асқазанның да всегда шырышты болып тұруына әсер етеді. Ашхлор бұл жерде всегда өзінің нормасында болу керек. Если ол нормадан төмен болатын болса, ол жерде ас қорытылмайды, және де асқазан жара ауруларына келуі мүмкін, немесе бактерия түсуі мүмкін деген сияқты бұл нәрселер болуы мүмкін. Ол асқазанға қышқылдық орта тән. Кеттік. Бізде мына асқазан бұл белдің бірінші омыртқасына дейін қара деңгейінен кеп тұр. Одан кейін белдің бірінен деңгейінен бастап ары қарай төмен бізде 12 елешек кетеді. 12 елшек кетеді, 12 елешек. 12 елшектің қандай бөлімдері бар? Мынау жоғары бөлігі, мынау төмендеген бөлігі, мынау горизонтальный бөлігі, мынау жоғарылаған бөлігі. Осындай 4 бөліктен тұрады. Оның да қабаттарын қарасақ 4 түрлі қабырғадан орналасқан. Біріншісі кілегейлі, кілегей асты, бұлшықетті, серозды қабаттарынан тұрады. Бұның ерекшелігі 12 елшектің міне асқазаннан келіп 12 елшекке келіп оди сфинктер ашылады. Ол оди сфинктерінің маңызы не? Бұл бауырда жасалынып шыққан өт қалтасы өзіне жинап тұрады. Ол өт асқазаннан 12 елшекке тамақ түскенде ғана төмен түседі. Түсіп, мынау ұйқы безінің протогымен, ұйқы безінің шығатын жолмен бірге қосыла отырып, оди сфинктеріне келіп құяды. Оның маңызы не? Ас қорыту жолына өзінің ферменттерін бөлуі. Яғни бізде майлар киломикронға дейін ыдырағаннан кейін оны ары қарай ыдырататын мынау 12 елшектің стенкасынан бізде қан тамырларға қарай өнімдердің барлығын өткізу үшін оны белгілі бір дәрежеге дейін майдалау керек, оны ыдырату керек. Сол ыдырататын ферменттер бізде өт арқылы келеді. Ол бізде ыдырататын фермент ұйқы безінен келетін ферменттер болып табылады. Одан кейін бізде 12 елшектен кейін біз аш ішекке, соқыр ішекке, тоқ ішекке, тік ішекке қарай жалғасып кетеді екен. Аш ішек міне барлығы осы аш ішек, жіңішке ішек барлығы осы тоқ ішектің ішкі аймағында қабаттасып орналасқан, өте ұзын, ол адамның өзінен 4-5 есе ұзын болып табылады. Және бізде ішектің өзіне тән микрофлорасы бар. Ол ішек микрофлорасы не үшін керек? Комменсализм деген бізде термин бар. Ең бірінші бала дүниеге келгеннен бастап оның организмі тап-таза болады. Оның организмінде ондай ішек микрофлорасы әлден болмайды. Сосын анасының ішінен
тамақтанып уже дүниеге келгеннен кейін анасының анасының ішінде жатқаннан бастап балада әлі ешқандай тұрақты түрде ішек микрофлорасы қалыптаспаған болып жатады анасының ішінде. Оған белгілі бір дәрежеде ауыз қуысы арқылы сол микрофлоралар амниотикалық сұйықтықтан кіріп шығып жүреді. Ал уже бала туылғаннан кейін ол кіріп шығып жүретін жер жоқ, уже ішекте орналасу керек, қоныстану керек. И сосын олар ішектің белгілі бір бөлігінде колонизациясын жасайды. Колонизациялана бастайды осы ішектің микрофлоралары. И колонизацияланғаннан кейін ол организммен келісімге тұрады. Организм сен бері қара, біз саған басқа патогенді микрофлоралардың көбеймеу үшін көмектесеміз, бірақ сенің есебіңнен қоректенеміз. Тағы да бір плюсымыз, сен қорыталмаған астарды, сенің организмің қорыталмаған астарды біз саған қорытып, ішегің арқылы сіңірілуіне көмектесіп тұрамыз деп келісім жасайды. Осы келісімді біз комменсализм деп айтамыз. Яғни адамның ішінде де бактериялар өмір сүреді, олар бірақ адамға патогенді емес түрі, және де сол патогенді емес түрі бізге ас қорыту жүйемізге көмектеседі еще. Бірақ өздері ас қорытып жатыр, өздері ас тұтынып жатыр, яғни қызметі синтездік. Олар именно В витамин және К витаминін синтездеуге өте көп көмектеседі. Ас қорытуға қатысуы, жаңағы биокөмірсу майларды ыдыратуға қатысады. Одан кейін қорғанышты қасиеті. Өзі бактерия болып тұрғаннан кейін басқа бір бөтен бактерияның кіріп көбеюіне жағдай жасамайды ол. Өзі бактерия болып тұрғаннан кейін өз тамағын басқа біреумен бөліспес үшін тек өзінің тамағын өзі ғана тамақ тұтыну үшін басқа бактерияның көбеюіне қарсы шығып, оны өлтіріп жойып отырады. Міне, қандай комменсализмдік договор, Одан кейін тікшек. Бізде тікшек өзінің мынандай тік деп өзі айтып тұр ғой. Тік орналасқан болады. Тоқтананың бөлімдерін айтып ғой мен. Міне, тоқішек бізде бағанағы ішек микрофлорасының көп бөлігі орналасатын ішек. Бұл тоқішек. Тоқішектен бұрын 12 ішектердің барлығы біткеннен кейін жіңішке ішектің бәрі мына жақта тоқішекке қарай байланысады. Тоқішекке байланысқан жерінде бізде мынандай отростық бар, яғни аппендикс отростық бар. Бұл бізде ет жейтін халықтарда кішкентайырақ болады дейді, шөп жейтін вегетариандарда үлкенірек болады дейді осыны. Содан кейін мынау тоқішектің жоғарылаған бөлігі, көлденең бөлігі, төмендеген бөлігі, сегма тәрізді бөлігі, одан кейін мынау тікшек. Тікшек кеттік. Енді мынау тікшек. Тікшектің мынандай ампуласы болады, яғни кеңейген жерін ампула деп айтады, кеңейген жері. И бұның сыртын екі түрлі бұлшықет қаптап жатады. Мынау жиырылушы бұлшықет және мынау көтеретін бұлшықет. Мынау қысатын бұлшықет, мынау көтеретін бұлшықет. Мынау всегда бізде қысылып тұрады. Тек қана ішінде дәрет әбден толғаннан кейін барып қана нерв импульстары осы жерге босату керек деген сигнал бергеннен кейін осы босап, үлкен дәрет шығады. И мынау көтеретін бұлшықет. Осы көтеретін бұлшықет дамымаса бізде қандай да бір ақау болатын болса, ішектің вагинациясы деген сияқты аурулар болады. Ішектің вагинациясы деген сияқты аурулар, кеттік. Бұл тікшек осымен бітті, яғни оның мынандай сыртқы өзегі бар, мына тері уже ары қарай кететін. Одан кейін іш астарлар. Осы барлығын бағана ішектерді айтып отырдым, тікшек, асқазан, барлығын бізде іш қуысында орналасқан органдардың барлығын бізде іш астар қаптайды. Іш астар бұл оларды қорғанышты қызмет береді, тұрақтылық қызмет береді оған. Яғни көптеген мысалға, если осы іш астар болмайтын болса, бір органға инфекция түссе, ол инфекция бүкіл органды бірден зақымдайтын, түскен замат бірден. Ал іш астар барлығын бір-бірінен бөліп тұрғандықтан, олай бірден зақымдалу проценті аз біршама. И ол өзі екі қабатынан тұрады, висцералды және париетальды. Висцералды, яғни ішінен қаттап өтетін, одан кейін париетальды висцералдың сыртынан қаттап өтетін, сонда екі қабаттан тұрады. Одан кейін іш астардың құрамына уже байлам кіріп кетеді. Байлам деген жаңағы белгілі бір тінді екінші тінмен байланыстыратын, или белгілі бір тінді екінші тінге байланыстырғандай ұстап тұратын деген сияқты қызметі бар байлам. Одан кейін қатпарлар түзіп кетеді.
шажырақайлар түсіп кетеді, яғни сол шажырақайлар арқылы бізде артериялар келіп, веналар келіп, осы жерден қанды қамтамасыз етеді, және сіңірілген заттарды вена арқылы венопортайға алып кетеді деген сияқты шажырақай артериялар арқылы. Одан кейін олардың орналасуына байланысты үш түрлі болады. Интраперитональды, яғни полный бір мүшені бүйтіп қаптап жатуы мүмкін, оған асқазан жатады, ішектің көп бөлігі жатады. Одан кейін мезоперитональды, оны бізде не жағынан, үш жағынан қоршайды. Бір жағы ашық қалып кетеді, үш жағынан қоршайды. Мынау полный қоршап жатады бір органды. Мынау осы үш жағынан қоршап шығады, бір жағы ашық қалып кетеді. Экстраперитональды деген ол тек бір ақ жағынан қоршап өтеді. Әшейін бір жағын ғана сипап өткен сияқты, бір жағы ғана сонымен жауып тұрады, қалған үш жағы ашық тұрады. Сондай. Ал оған кіретін мүшелердің бізде хирургиялық маңызы бар, бірақ былай өздеріңіз үшін жаттап алсаңыздар болады. Одан кейін бауыр. Бауыр бізде үлкен без, оның маңызы өте жоғары. Бауыр бізде 8 түрлі сегменттен тұрады. Әр сегментіне бізге не берген? Әр сегменті өзінің артериясынан, өзінің венасынан және де өттік жолынан тұрады. Әр сегменті 8 сегменттің. И ортасынан ол 8 сегментті екіге бөліп қарастырамыз. Мынау міне бізде өт қапшығы, мынау жақта байламдары, өттік жолы, мынау қақпа венасы. Осындай асты N тәрізді болып келеді да. Екеуісі байлам, біреусі венаға тән, біреусі мынау өтке. Осындай 8 түрлі неден тұрады. Міне артерия кіріп атқан, одан кейін өттік жол шығып атқан, вена кіріп атқан, вена қайтадан мынау шығып атқан, вена кава инфериорға жалғасып кетеді. Бауыр енді қандай қызметтері бар бізде организмде? Өт шығаруға қатысады. Өт именно осы бауырда өндіріледі. Өттің өндірілуі үшін бізге билирубин керек. Билирубин бізде қақтан келеді десек, көк бауырдан келеді. И осы тікелей фракциялары. Сосын бауырға келіп, сол жердегі атқарушы ферменттер әсерінен реттеліп, өт түзіліп, өттік жолмен өт қабына келіп толып тұрады. И оның инфекцияларды, мысалға, біз айттық қой міне. Ішектердің барлығынан сіңірілген заттың бәрі вена арқылы бүкіл бәрі ішектен сіңірілді заттың бәрі вена арқылы бауырға кеп құяды. Алдымен сперва бауырға кеп құяды. Не үшін? Ішектің ішінде біз жаман нәрселер жеп қою мүмкін, мысалға арақ ішеді, или зиянды нәрсе жейді, фастфуд жейді, соның барлығы бірінші бауырда инфильтрацияланады. ГМО заттар болуы мүмкін, канцерогенный заттар болуы мүмкін, соның барлығы бірінші бізде бауырда инфильтрацияланады. Қарапайым эхинококоздың өзінің ең бірінші құртатын жері бауыр ғой, себебі эхинококоз шикі еттен жұғады, жейсің оны, ол ас қорыту жолымен даже оның ішектің қабырғасы ол эхинококозға түк емес. Ішектің қабырғасынан өтіп кетеді да, қақпа вена арқылы бауырға келіп орналасып алады да, бауырды зақымдайды. Эхинококозға бауырдың шамасы жетпей қалады. Ол кәдімгі инфекцияларды, тағы да өте зиянды заттарды, қышқылдарды реттеп отыруға, қанның құрамын тазалап отыруға қатысатын осы бауыр. Бүкіл өзінің ферменттік жүйесін іске қосып, қанды тазалап болғаннан кейін барып қана ол мынау жүрекке қарай баратын венаға бәрін реттеп құйып беріп жүреді. Сондай жақсы мүше. Сосын бізде бауырда бүкіл зат алмасу процестері болады. Ол барлық қорда жүрген, қанның құрамында жүрген глюкозалардың бәрін глюкоген ретінде жинап қояды, және де оны керек кезде, энергия жоқ кезде қайтадан ыдыратып отырады. Белоктардың түзілуіне қатысады, қанның ұю факторларын жасауға қатысады, иммунды жасушаларды түзуге қатысады, холестеринді түзуге қатысады. Жалпы оның айта берсек қызметі көп. Су тұз алмасуына қатысады, дезинтоксикациялық қызметі бар, жылуды реттеуге қатысады, витаминдер түзеді. Бауырдың 500-ден аса осындай қызметі бар. Өйткені оның ішінде түрлі ферменттік жүйелері бар, соның бәрін реттеп отыратын.
Бұл жерде ғажайып тордың біреуі ол жақта орналасқан. Айтпақшы, айтып отқаным бағана, мысалға біз тінге келгенде, именно мен всегда айтам, артерия келеді да тінге келіп вена болып шығады. Артерия келеді да бір жасушаға кіріп вена болып шығады. Ал бұл бауырда вена келіп жасушаға кіріп вена болып шығады. Неге? Вена болып келеді, ол онша емес, продукциялардың бәрін жинап алған вена, сөйтеді да жасушаға кіреді, ол жасуша өте жақсы, оның бәрін фильтрациялап береді да жақсы вена қылып шығарады. Кеттік. Одан кейін ұйқы без. Ұйқы без бізде екі түрлі қызметі бар. Экскреторлы қызметі бар и ішкі қызметі бар. Тілім келмей қалды ғой. Ішкі қызметі бар, яғни ол ішкі қызметі бізде Лангерганс аралшықтары арқылы жүзеге асырады. Лангерганс аралшықтарында бізде альфа, бета, сигма, гамма деген сияқты жасушалары бар. Сол жасушалар арқылы, альфа жасушалары арқылы, бета жасушалары арқылы бізде не өндіріледі? Инсулин өндіріледі. Инсулин ол қандағы глюкозаның деңгейін төмендету үшін, қандағы глюкозаның деңгейін реттеп отыру үшін керек. Ол как ключ ретінде жасушаның инсулин тәуелді жасушаларға GLUT4 деген несі бар, жасушаларға барады да ключпен соны ашып береді, глюкоза сол тінге кіріп барып, арғай АТФ энергиясын түседі. Если инсулин болмайды, инсулин болмаса ол тінге кіре алмайды глюкоза қанда айналып жүре береді. Қанда глюкоза көбейсе, ол не болады? Гипергликемиялық жағдай. Яғни оны біз қан тебеді деп айтамыз. Солай, ұйқы безінің тағы экскреторлы қызметі бар. Ол қандай қызметі? Ол өзінен әртүрлі ферменттерді бөледі. Міне, ұйқы безінің ферменттері протеолитикалық, яғни белоктарды ыдырататын ферменттері, трипсин, хемотрипсин, эластаза, коллагеназа, анау тағы да басқа барлығы бізде белоктарды ыдыратады. Липолитикалық қызметі, ол байларды ыдыратады. Липаза, фосфолипаза, эстераза, барлығы. Альфа-амилаза, ол көмірсуларды ыдырататын ферменті. И тәулігіне ол 1-1,5 литр сөл бөліп отырады. И ұйқы безін бізде ең қатты зақымдайтын нәрсе ол алкоголь. Алкоголь бұның ішінде застой жағдайын тудырады. Если бізде осы ұйқы безінің жолында қандай да бір не болатын болса, конкременттер, тастың болуы, бітелу деген сияқты болатын болса, ұйқы без үшін өте қауіпті жағдай, жедел панкреатит тудырады. Панкреатит қалай туады? Сол осы бауырдан бөлініп тұрған ферменттер сыртқа қарай шыға алмай, өз-өзінде қат кетсе, ол өз-өзін жей бастайды. Прям бұның ферменттері қатты активный болған соншалық өзінің жасушаларын жеп бастайды. Ол жедел панкреатит келіп келеді бізге. Арақ не үшін әсер етеді? Ал арақ, алкоголь бізде ішектің ішіндегі қысымды арттырады. Қысымды артқаннан кейін анау осы одисфинктері, осы кіріп құятын сол жер жабылады. Қысым артқаннан кейін застой ұйқы безінде болып, оның жедел қабынуына келеді. Бұл өте ойнамайтын серьезный нәрсе. Ұйқы безі бізде осындай екі түрлі қызмет атқарады. Достар, мен кажется барлығын айтып болған сияқтымын. Жалпы осы нервтенуі дегендерші. Нервтенуін айтып кетейін. Бұлардың нервтенуі парасимпатикалық, симпатикалық нерв жүйелерімен іске асырылады. Бізде парасимпатикалық олардың андай несін жоғарылататын болса, асқорыту жолын жоғарылататын болса, симпатикалық оларды керісінше тарылтады. Яғни парасимпатикалық пен симпатикалық кезек-кезек жұмыс істей отырып ояқтың перисталтикасын тудырады бір. Одан кейін тік ішекке соңында келген кезде ол жерді босататын парасимпатикалық бөлігі босатады, нәжіс сыртқа қарай шығады. Осылай. Тоқ ішекте бізде судың көп бөлігі сіңіріледі.
тағы не айтылмай қалды? Если тағы да түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, жекеме жазып сұрауларыңызға болады. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Айтпай кеткен нәрселерім бар шығар, бірақ барлығын бірсыпыра түсінікті айттым деп ойлаймын.